Қайырлы күн қыздар, бүгін біз осындай өте дәмді табада жасалған тортты жасаймыз. Видеоны соңына дейін қараймыз. Алдымен кремімізді әзірлеп аламыз. Ол үшін 2 жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап осылай араластырамыз. Миксердің қажеті жоқ, қарапайым осындай венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Массамыз әппақ болып өзгергеннен кейін оған крахмалымызды қосамыз. Бұл кезекте мен жүгері крахмалын пайдаландым. Өйткені жүгері крахмалын қоссаңыз, сіздің кремінде ешқандай иіс болмайды. Осылай барлығын араластырып болғаннан кейін алдын ала қыздырылып тұрған, бірақ ысытылмаған, тек қана қыздырылып тұрған сүтімізді қосып, барлығын біркелкі етіп, шашыратпай, әдемілетіп, осылай видеодағыдай араластырамыз. Барлық массамыз араласып болғыдау дегеннен кейін, енді асты күймейтін осындай табаға барлық біздің кремімізді құямыз. Кремімізді құя отырып, тағы да бір мәрте араластырамыз. Орташа отта біздің креміміз қоюланғанша осылай үздіксіз араластырып отырамыз. Үздіксіз араластырудың нәтижесінде біздің креміміз осылай қоюлана түседі. Мінеке осылай қоюланып болғаннан кейін енді астын сөндіріп аламыз, және де бетіне пленка немесе пакетті қойып, бөлме температурасында алып қоямыз. Креміміз дайын, енді корждарын әзірлейміз. Ол үшін бөлме температурасындағы тұрған сгущенканы қосамыз. Менде бұл кезде 250 грамм сгущенка кетті. Осы сгущенкамызге жұмыртқамызды қосып, барлығын біркелкі етіп, осылай венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Енді жұмыртқалы массамызды осындай венчиктің көмегімен араластырып отырамыз. Барлығы жақсы араласу қажет. Міндетті түрде сгущенканың қымбат сгущенкасын пайдаланған жақсы. Енді оған шым-шым тұзымызды қосамыз. Тұз да біздің корждарымызға өте бір ерекше дәм береді. Одан кейін иісі жоқ бір ас қасық сұйық майымызды қосып, тағы да мәрте барлығын осылай әдемілетіп араластырып отырамыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін ұнға қопсытқышымызды саламыз. Осылай ұнымыздың барлығын салып жеріп, одан кейін силиконды қасықтың көмегімен бірінші барлығының басын біріктіріп аламыз. Одан кейін қолмен барлығы қоюланып болғаннан кейін жұмсақ қамырымызды илейміз. Бізде қамыр міндетті түрде қолға жабыспау керек. Жоға астында, видеоның астында барлық ингредиенттер жазылып тұр. Сол ұнның барлығын қосамыз, одан кейін тағы да илеуге сәл ұнды пайдаланамыз. Менде қамырдан 600 грамм қамыр дайын болды. 600 грамм бізде дайын болған қамырды енді әр қайсынан менде 6 корж шықты. Барлығын мен 100 граммнан осылай таразының көмегімен бөліп алдым. Енді оны әдемілетіп, ұнымызды қосып, дөп-дөңгелекті формаларымызды жасаймыз. Диаметрі 20 сантиметр болатын менде корждар пайда болды. Мінеки енді барлығын осылай корждарымызды әзірлеп аламыз, және де табамызды қыздырып бастаймыз. Әр қайсының жан-жағын 1 минуттан пісіріп аламыз. Қақпағын жауып, енді екінші жағын тағы да 1 минут қалып қоямыз. Корждарымызды пісірген кезде қақпағын міндетті түрде жауып отырамыз. Корждарымыз дайын болды. Енді кремін әзірлейміз. Ол үшін манағы қалған сгущенкамызды кремге қосамыз, және де барлығын миксердің көмегімен осылай біркелкі етіп араластырамыз. Бұл корждың кремдері өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді барлығы араласып болған соң бөлме температурасындағы тұрған сары майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Сары май мен заварной крем араласқаннан кейін кәдімгідей біздің кремдеріміз үл-пүлдек болып шығады. Барлық араласып болды. Енді крем-корж етіп, әдемілетіп, кальцияның көмегімен барлығын жинап аламыз. Кальция болмаса қыздар, онда әр корждың арасына 1-1,5 қасықтан кремді саламыз. Өйткені көп крем салсаңыз, корж ол өзіне стамай, біздің кремдеріміз шығып кетуі мүмкін. Ал кальцияға жинасаңыздар, біз барлығын жинап болған соң, тоңазытқышқа 1 жарты сағат қалып қоямыз. Сол кезде біздің кремдеріміз қатып,
корждарымыз бен кремдер біркелкі етіп әдемі болып тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сонымен қатар менің каналымда әртүрлі рецепттер бар. Сол рецепттерден де пайдалансаңыздар болады. Мінекей жарты сағат өтті. Көріп тұрсыздар, крем корж ол өздерін сақтап қалып тұр, ұстап тұр. Яғни кейбір кезде мысалға сіз ерте алып қалсаңыз, онда кремдері шығып кетуі мүмкін. Барлығын осылай қасықтың көмегімен әдемілетіп, біркелкі етіп аламыз. Әртүрлі қылып әсемдесеңіздер болады. Мен барлығын әппақ қылып жасап, осылай үстіне әдемілетіп, арахистерді сеуіп шықтым. Мінекей, біздің тортымыз дайын, өте дәмді. Негізінде бұл торт 4-5 сағат тұрғаны жақсы. Сол кезде өте дәмі сініп, нәзік торттардың біріне айналады. 2 сағат өтті, менде корждарым мен кремдерім бір-біріне сіне бастады. Қонақтарым кешке келгендіктен, оның дәмі 2 есеге өзгеріп, корждарыма кремдері сініп, өте дәмді болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.